Қанша түскен? Қазір айтамын. Торттарыңа қанша теңге жинағанын айтайын ба? 2800 теңге жиналды. 2800. Жандос. Болсайма, таңға дейін тортқа 2800 теңге. Бағана алып беріп отырсыңдар ма сонда? Мен ойламаймын ба? 2800 теңге жинаған ғой. Құмаш қане 28. Достар, тортқа ақша жинаймын шехан туған күні. Ақша жіберіңдер. Қуасың. Мен жалғыз басты декретте отқан анамын. Қазақ еріс. Мен Еркебай Шерханның туған күніне тортқа ақша жинаймын. Жағыр емес. Ертең жүресің тіредіста сөйтті. Тақойым. Не? Не ма? Что-то менікі қатып қалды қайттан. Мен соғымды көтере алмай жатыр. Серьезно, анда комментарий қатып отырғыш. Әйел әпер дейді. Әйел әперейін ба? Соны сөйті. Жоқ, әпер дегенде андай қылса сен туған күніне бір күшті бір қыз алып келсей. Аға жігермен алып келейін. Жоқ, жігермен емес. Жігерді 12-де алып келесің түнде. Что-то түнгі тура 1.49-да қуатының бар еді. Не деген самооценка. Кімдікі, менікі ма? Сен туған күніңе? Не пиғдады жетін, қас көрсетем. Үні, осыған бантик байлап апарым. Осыған бантик байлап апарым. Түсінің ба? Босы шақыршы туған күніңе әлі отырып қой, сағат жарты сағат болды отқанымызға. Ойлана қарақат. Я десте отыр. Қарақат жарым жаз жүрген қарасай. Не жазған? Мен қарақат осыған салың. Қарақат су. Случайно проездіңе ақша жинап тұрған жоқсың ғой, қалады. Такси 3500 керек, как раз. Енді бір 1000 салсаңдар, зор болады. Сушинягымен бірге алып қайтатын. Шақырасың ба туған күн, шақырмайсың ба? Мен. Газ тоқтай тұршы. Мошенниктерге алданбаймыз. Действительно, Шерхан. В общем, достар, халқым, осы 1000 адам болып тұрсыздар ғой, енді барлығымыз жиналып, Шерханды 28-і құттықтайық түнде үй жағына барып. Короче, мен барам дегендер маған дайректке жазыңдар. Адресін берем. Сол жаққа келіңдер барыңдар. Сөйтіп дүйім жұртты құттықтайық. Ақботаға бермесем төбемді ойып алар деймін. Шерхан запрос тастасын өзі. Қасып қосам. Мен сет стамайды үйінде ана.
Хуршет, өліп қалдың ба? Өліп қалдың ба? Хуршет, өліп қалған жоқсың ба? Жерді звондадым. Достар, мен Хуршетке розыск жасап жатырмын. Мені айыспен қосып жатыр. Кім қосып жатыр? Достар, келесіңдер ма туған күніне? Бәріміз не қыламыз? Үй жағына барып құттықтаймыз. Кринж ба? Дулат дейді. Не, Дулат келіп ән айтасыз ба туған күніне? Алматыда не ма? Тұратындар бар ма? Алматыда кімдер бар? Алматылықтар плюс қараңдаршы, мен Алматыныкімін дейтіндер. Оралда болып тұрмыз дейді. Алматыда кім бар? Плюс кетіп жатыр. Мә, қыздар, нормально қыздар, Шерхан бақыттан басын айналдырайық та бәріміз соғыны барып. Қақтаны шығып кетіпті ма, не істеді? Сет ұстамай жатыр ма? Бәріміз бетімізге андай не киіп алайық. Не дейтін еді андай Шерханның кішкентай кезіндегі фотосын киіп алайық. Бешіктен барам деймін ғой өлі. Шырай құттықтап барса не істейсің дейді. Не істейін? Не істейін айтыңдаршы. Неме түр жасап отырсың, Тортқа ақша жинап жатыр ек. әлі отырсыңдар ма ақша жинап? Қанша жиналды тортқа? Қазір айтамын. Просто Қарақаттың каспида достар, менікі емес, Қарақат туған күн тойлап жүр. Коттедждің адресін жазып қойсайшы дейді. Коттедждің адресін айтсай, барайық бәріміз. Қазір жазып қоямыз. А? Қазір жазып қоямын деп. Екі 2800 ғой. Ой құсын. Таңға дейін жатайын ба өйстіп. Халықпен оянып отырсаң бәле шығар ебі. Осы адресін айтшы коттеджіңнің. Қуасың ба? Қумайым. Чё там? Шегер қайда текелікті отыр. Боса айтсай, бош адресін айтшы. Жай. Маман қасында жатсың ба? Ешкім жоқ жанында. Жақта адамдар. Жай деп отырсың.
Тоның түсіріп сөйлейді. Номер жіберіңдер ошол жерден достор. Карай алмайм о. Неменеге сыбырлап жатыр Шерхан? Сен бүйтей. Не? Шығып кетшін аяқтан машина. Қумаш. Шерхан маған үміткер болып келесің ба? Бошы, адресін айтшы коттеджіңі. Адресі. Короче, ана президентский паркты білесіңдер ма? Білеміз. Содан жоғарыға кетесіңдер ғой. Точно адресін айтшы маған. Точно адресін жазып алыңдар. Соқпақбаева 814. Машина жиі жазып отқан сияқты бізге. Тексерем ғой точно. Достар, Соқпақбаева 800 қандай? 814. Е? Жындысың ба сен? Не үшін? Ешқандай адрес жоқ мына жақта, өтірікші. И вообще-то мынауың сенің айналайын қандай президентский парк саған. Бля, кетші. Елдер еще жазып алған ба, Соқпақбаева 800. Ертең барып, бір үйдің мазасын алып тұрмаңдар. Шерханға айфонға жинайық дейді. Ойбай. Шерханға айфонға жинасаңдар бермеймін ғой мен. Ош. Өзім алып Жинамаңдар сосын саған Жинамаңдар бұл маған. үшін ем берем. Ош. Өзіме новин аламын, өзімдікін коробкаға сап берем ғой. Іші сырты 17, іші 16 болады. Бұлар мен әлем ситиде тұратын қаяқтан біледі? Сен айттың ба? Жоқ. Тамақ жеп жатқан жоқпын. Достар, маған айфон әперсіңдер, оның алғаны менің алғаным. Ош, ондай жоқ па? Сенің алған. Қорқпашы, 2800 теңгеге не айфон келеді саған? Мынау отыр ғой. Чехол апарып берем 17 мың. Визуализация болады саған. 2800 теңгеге дейсің ба? Бір сағат отырып 2800 жинадыңдар ма? Кетпей атқанын айтсай болмаса. Кетпей атқанын айтсай өзім ақша бере салам. Жібер онда. Бос жібер. 700 қандай еді қарақат номері? Жіберсе көрейін, сен жібересің ба? Үйшін мен қарақатқа жібереміз. Мақыл мен Каспийма жібересің, білесің ғой. Бұл қазір төбеден сөма көрейін. Хотя вот қылсаңдаршы. iPhone 17, бірақ уже 18 сайын деп жатыр ғой. 2800 теңгеге 18-ің чехолын апарам. Ақма? Шехан жіберсей күтіп отырмын ақшаңды. Ойбайш.
торт алатын Өзің кезде айт. айтасың. Өзің айттың Бұл ғой не тетек үшін болған. өзімнің туғаным не? Өзімнің тортыма не үшін мен ақша жүр? Жігер жұмыс істемейді ғой әлі, не болды? Әкесі Ойбай. оның әлі жұмыс жасамайды ғой, түсіністікпен қарасай. Ішін алдау керек па еркекті достар? Әкесі не болды? Балаң әлі 2-ге келді. Жұмыс істемейді, пособиясы 1 жасында тоқтап қалған. Әперер едік. Өз-өзіңе алмағанда, саған кім алады енді? Жігерді жұмыс қалмайды ғой. Сен аласың. Шынды ма? Мен вообще нем бар. Онда вообще келмесең. Әкесі берейін. Кімге Пұл ұрысып кеттің деп берейін. ойлайсың? Біреуге ұрысып. Пұл берейін әкесі. Босай жіберсей. Көзіңді аспанға қаратпашы. Босай. Инстаграм ташып біттім мен шығайыншы. Достар, қазір курс өткізем еркекті қалай алдау керек. Шерхан. Короче, битіндер. iPhone 17-ні алып, сол жерде маған фотоға түсіріп жібер қаршы. В смысле түсіріп жібер, сонда... Мен алдым саған деп, сол кезде адрес жіберем саған. Но тетек қой достар. Мынау мені 17-мен келді деп тұр ғой. 17-мен келмесін туғаныңа кіргізбейін деп тұр. Не болып тұр? Сонда мен лайық емеспін ба? Сен вообще-то туған маған әпер. Жерге аунап туған жоқсың ғой сен. Жерге аунадым. Күлге аунап туған жоқсың ғой сен. Құмаш, торт апарамыз ба, булочки, нанға свеча тығып апарам. 2.800 теңге как раз келеді. 2.800 теңге 1000 теңгесіне чехол алам. Андай цветной, бесцветный ше Каспийдан. Сосын 200 теңгеге нан алам. 300 теңге, 500 теңгеге свеча алам. Сөйтіп апарам. Апара сал 17 дейді. Өлә. Бәрін жазыңдар. Бәрін жазыңдар. 17 апер деп. Өзім сатайын ба? 17-ге айырбастайын ба? Не болыпты сонша не? Көңіл ғой, просто кішкене бүйтіп. Қубас, сен менде 17 жоқ, саған 17 ұстайды екен, крутой шығарсың. Мен дұрыс қой, еркекпін ғой мен. Мен әйелмін. Шақырды ма өзі деп әлі жазып жатыр оны. Маған дым бермеген. Елдер бір шығып қайтып кіріп жатыр. Құмаңдаш достар, өзімде жоқ 17-ні мен қалай Шерханға берем? Қалай дейсің ба? Барасың да. Он бес алып бер дейді. Шерхан. Кіршіма көтін қыссай ақпыртай сыйлап бағала Шерхан. Еркектен бір саты төмен тұрды, алып бер 17 дейді, тетек болып қалған ба? Дұрыс айтады. Мен оғаш жүрегінде көзі бар адамдар. Шекесі торсықтай ұлтып берді, сен әпер. Вот, дұрыс айтады халқым. Шекесі торсықтай тепсе темір үзетін, аяқ қолы балғадай ұлтып берді мен саған. Дана жазып жатыр, WhatsApp-пен сөйлесіп сағындар сендер деп. Pro Max дейді. Маған 17 бересің ба туған күніңде? Сен маған 17 әкеп бер.
Сосын сен туған күнде мен саған беремін. Бірде-бір. Қомаш, сонда мен 2 айдан кейін алам ба? Ойбай, өзім істей Иә. салмаймын алып. Ой, сонда. Қара, 28 менікі, сентябрьде саған әпере саламын. Сентябрьдің қаншасы? Сен туған 21 емес пе? Сентябрьдің 21 емес пе? Қой, 21 туылыппын ба мен? Сентябрьдің 21 или 23. 23. Болса, сен маған бірінші әпер, мен саған сентябрьда әперемін. Тек па, көңіл ғой, туған күнде деп қаласың. Шерхан, сен әпер, духың жетсе 17 дейді. Сен тексіңдер маш. Мен туған күнім еще мен әперем болған. Болса, маған 28-17 дайындап тұр, ема? Заман еркекке телефон әперетін дәрежеге жетті ма дейді. Анар Бекова. Сондайды көрмеген шығарсың мүмкін. Әр еркек бақытты болуға лайықты. Шерхан. Әзіл мен болып достар қойыңдар ертеңіз. Мынандай адамдар өсек таратады. Қош, адресін жеш, бош, ұйқым ойладыр. Ұйықтасы. Адресін айтсай. Тиктокқа кірейші. Ішім пыстау жеме сеніңе бүгін. Иә. Тиктокқа кірші. Мен әшейін саған неге қосыласам? Гостиға ма? Мхм. Тиктокқа кір. Қалқым,